Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Маусымның алғашқы жартысында Мохамед Салах пен Садио Мане арасында айтарлықтай үлкен жанжал орын алды. Мане тіпті алаңнан кетер сәтте ашуға толығымен ерік берді. Бәріне түрткі болған Берлиге қарсы ойындағы Салахтың дәл осы эпизодтағы өзімшілдікке жол беріп, ашық тұрған Манеге пас бермей қақпаға соққы жасағаны болды. Осы маусымда Салах шынымен де сәл өзімшілдеу. Бірде ашық тұрған командаласына пас бермей допты өзінде көп ұстаса, бірде тіпті осындай 100% командалық мүмкіндіктерді пайдаланбайды. Мысырлық футболшыға жыл сайын алтын бутсаны жеңу ұнады ма? Сірә соңғы кездері Мухаммед өзімшілдікке салуда. Осы орайды пайдаланып, бүгінгі бейнероликте топ 5 ең өзімшіл, қысқасын айтқанда, эгоист футболшыларды ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтингті ашатын әрине Поль Погба. 26 жастағы француздық жартылай қорғаушының алаңдағы өзімшілдігі бірден көзге түспейді. Хавбек Эмиудың да Франция құрамасында шабуылдағы басты элементі. Алайда клубтық деңгейдегі бапкерлер оған Дидье Дешам сияқты қорғанысқа қайтпауға рұқсат бермейді. Сол себепті де Погба Мауриньомен де тіпті Сульшермен де жанжалдасып үлгерді. Погба жартылай қорғаушы бола тұра ойынды тым жиі өзіне алады. Бірде тым көп пайда бермеген дриблинг жасасы, бірде пас шығарудың орнына қақпаға соққы жасайды. Десе де оның шабуылдағы өзімшілдігі болсын, мойындау керек, пайдасын жиі тигізіп жатады. Төртінші орын Марио Балотелли. Небәрі 29 жасағы бір кездері бәрі үміт артқан өте талантты футболшы бүгінде Ницца, Марсель, ал қазіргі таңда Брешия сияқты клубтарда өнер көрсетуде. Бір кездері мансабы жоғары өрлеп, шыңға қонған сәтте Марио соғұрлым көп еңбектенудің орнына керісінше жалқаулыққа салынып, өзімшілдік қасиеттерін таныта бастады. Жаттығуда Балотелли командаластары сияқты барын салмай, өзі онсыз да мықты екенін көрсетпек болатын. Алаңда командаласына пас беріп гол соғатын сәтті пайдаланудың орнына Марио ойына келген ақмақтыққа жол беруден де тайынбайтын. Дәл осындай бір сәттен кейін Роберто Марчини оны дереу алмастырды. Балотеллидің сондай бір эгоистік қасиетін клуб капитаны Хендерсон тебуі керек болған пенальтиді сұраусыз өзіне алып бермей қойған сәтінен көрсек болады. Жалқау бола тұра өзін көшбасшы санау деген эгоизмнің топ формасы. Үшінші орынға жайғасатын футболшы әрине Златан Ибрагимович. Швециялық шабуылшының тұла бойы өмірде де алаңда да өзімшілдікке толы. Өзі жөнінде Ибра үшінші шақта сөйлеп, өзін футбол құдайы санасы, алаңда көрпені өзіне тартып, соққы жасауға ыңғайсыз сәттерде де тек өзіне ойнайды. Таңғаларлығы тіпті сондай сәттерде де Златанның жолы болып, гол автор атанады. Барселона сапында Ибра Мессимен бәсекелестікке шыдамай клубтан кеткен соң Месси туралы белден төмен пікірлер қалдырды. Іспен емес, сөзбен орақ ұру деген осы. 21 жылдық мансабында Ибра 10 клуб ауыстырса да, футболшының бойы асқан өзімшілдік пен максималды эгоизмға толы болатын. Бәлкім сол себепті де Ибрагимовичтің командалары чемпиондар кубогын ұтпады ма? Тізімнің екінші орнын алатын футболшы әрине Криштиану Роналду. Жалпы португалдық ойыншы өте құбылмалы. Бірде Хави мен Иньестадан да көп голдық пас жасаса, бірде 11 метрлік пенальтиді командаласына тепкізе салады. Алайда шынайы Роналду оянған кезде бірде командаласының соққан голына ортақтаспай тойлаудан бас тартса, әрі кетсе командаласының соққан голы офсайдтан соғылғанын төрешіге көрсетпек болады. Әрине сенің деңгейіне жетпейтін футболшының гол соққаны шынымен де ұят емес пе? Если бы все в реале играли на моем уровне, мы были бы первыми. Пресса пишет, что это я действую недостаточно хорошо, но статистика не врет. Я не хочу никого обижать, но когда вы лучшие, не так сложно побеждать. Бұл сөздер үшін Криш әрине кешірім сұрасады, жанкейлер үшін Роналду өзімшіл эгоист атанды. Десе де басқаша ол әлемнің үздігі болмастай еді.
Және де рейтингтен бірінші орнын алатын әрине Неймар. Сантоста Неймардың өзімшілдігі қатты байқалмайтын, себебі Бразилияда Неймар футболдың болашағы танылып, үміт күттірді. Барселона футболшыны толық өзгертіп, командалық ойыншы қылды. Алайда 5 жыл өте Неймар сонда да өзі ғана үздік болысы келетінін түсініп, PSG-ға ауысты. Парижде клуб басшылығына ақылға қонымсыз талаптар қойып, клубтың футболшыларымен пенальти үшін жанжалдасып шықты. PSG басшылығы көрпені өзіне тартып, допты тым көп өзінде ұстайтын ойыншыдан әлде қайда пайдалы Мбаппе тиімдірек екенін түсінді. Сол себепті де PSG қазір Неймарды алғашқыдағыдай сатудан үзілді-кесілді бас тартпауда. Алайда сол себепті де ұсыныстарда жоғалып кетті. Тізімдегі қай футболшы сіздердің пікірлеріңіз бойынша ең өзімшіл? Комментарийге нұсқаларыңызды жазып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.